Саба шерифіңіз хайырлы олсын. Эфирде заман октябрьнің 27-сі Қарымышғалының 1338 күні студияда Мавиле Мұхтарова чылыша. Бүгін саат екілерде Илми Умеров Виахтым Чейгозның Киевге келмелері бекленілі. Азат етілген межлис рейсінің муавинлері түневін келечекіділер. Ләкен Түркия президентінен көрішмек үшін Украина пайтақтына келмелері бүгінге қалдырылғаныды. Бұны межлис рейсі Рифат Чубаров Facebook сәйфесінде білдірді. Корушев түнеуін ақшам Түркия президентінің ақ сарайында олып кечті. Илми Умеров Виахтым Чейгоз Түркия президентіне азат етілмелеріне ғайрет көстергені үшін тешекерлер білдірді. Межлис рейсінің муавинлері ондан ишғал етілген Қырымда қанунсыз апске алынған ве махкум етілген онларнен инсанына азат етмеге ярдым өтмесіне чағырды. Түнеуін Мағышланыс Илми Умеров Виахтым Чейгоз азат етілген соң илк матбуат конференциясыны кечіргенлер межлис рейсінің муавинлері ең бетеріне азыр олып, азат етілежегіні беклемегенлерін айдынлаттылар. Ахтым Чейгоз Русияңа Қырымны Русияның бір қысмы оларақ танымаға теклиф еткенini деді. Ләкин о бұңа разы олмады. Выбор быть в составе Украины и быть полноценными гражданами Украины, это был наш выбор нашего народа. И таковой ценой, это в первую очередь я оскорбил бы наш народ. Борьба, она предполагает принципы. И все остальное, здоровье, там, трудности отходят на другой план. И я ощущал вот поддержку. И я знал, что не зря. Имахтым Чейгоз Илми Умеров Қырымға қайтмаға ниетленелер яңа тақыплер вяпы соларына қорқызмай. Не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым. Сервер Зекерияев декабрьнің 12-сіне қадар Незарет алтында қалажақтыр. О Хизбут Тахрир давасы чәрчевесінде Бақчысарайда яқаланған 6 Қырым татарындан бірідір. Түневін ишғалшы махкеме адвокатының мұражатына ред етті. Сервер Зекерияевның имайджесі оңа белгіленген жезаны деңіштірмеге режа еткен. Отырыш Кения қапалы шекелде кечірілді адвокат Сервер Зекерияевның 12 баласы олғанына ве бір sıra дегер делил кетірді. Ләкин қадылар бұңа құлаға асмады, олар апсте қалажағына таздықладылар. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. Русияге қаршы басқы ве санкциялар севиесін арттырмақ. Украинаның бойлы ниетлері бар. Бұны Украина тышышлер назірі Павло Климкин НАТО или Ишбірлігі форумында деді. О Русияге қаршы санкция ве саяси басқы файдалы олғанына қайдетті. Кешкенсіне бірлешкен милетлерінің баш ассамблеясында Украина көчлі бір резолюцияның қабыл етілмесіне ерішкен еді. Анда Русия тарафындан халқара нормалар ве инсан ақларының бозылмасы қайдетілді. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Русия инсан ақларына әліда сайғысызлық көстере, о Донбасста 100-ден зиядей сырве 38 сессия мобюсыны тұта. Қырым татарлар бұйық басқа алтында қала. Ті татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чейгоз і Ільмі Умеров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, хто зараз ув'язнений Росією. Шындылык бұл соңғы хабарымызды эфирні саба яйыны девамы театрден айрылмаңыз. Көрішкенже.